Бекболат ол типичный казахский парень. Жүреді, ойнайды, тартады, шегеді, қыздарға барады. Сен бара бер, біреудің кедейге тиіп сен мына есіктің алдында отырғанша, оданша байға тиде, бәйбішесі болды, сен жоғары жақта отыр деп, қыздарды, әйелдер өздері соған итермелеген. Мына жігіт саған ғашық, осыған қатын бол, қазаққа тиіп не қыласың, ол жақта құрмалай болып жүресің. Қазір кетсің, мамсик жігіттердің де өмірге келуі, мамсик жігіттердің де солай болып қалыптасуы да өте қорқыныш. Егер кез келген қазақ қызынан оқытса, бәрібір ақбаланы таңдаушы еді, менің ойымша. Қыз балаларға эмоциональный качеля беріп тұратын сондай бір отношение жақсы көреді да олар. Бұрын қағаз қаламды кім ұстаған, ер адам ұстаған. И олар өздеріне удобно қылып махаббат етіп шығара берген. Ана қыздың жасы 12-ке толды ма, бітті, соны аңдиды барып, бүйтіп аңдиды. Сәлем достар, әдеби терапия подкастында алғашқы дебют подкаст. Бұл подкасттың негізгі мақсаты белгілі бір қазақ романдарын, шығармаларын, кино туындыларға бір әдемі разбор жасау. Осы жолғы алғашқы роман Ақбілек романы. Бұл романды алғашқы репрессияға ұшыраған Жүсіпбек Аймауытов 1927 жылы жазған. Енді бұл романды бастамасы алдын біз сюжет бойынша ары қарай психологиялық талдау жасауға тырысамыз. Пейзаж болады, алғашында. Әдемі суреттеледі, таулар суреттеледі, қыздар суреттеледі, сол кездегі ауылдың әдемі көрінісі суреттеледі. Енді одан кейін қатты бір маңызды нәрсе бұл Ақбілектің көзінің тартуы. Неге ол нәрсені, неге ол Ақбілектің көзін тартқызады? Былайша айтқанда автор. Қалай ойлайсыздар? Қазақта ырым бар ғой. Сол көзің тартылса, яғни бір жаман жайсыз хабар болады деген. Яғни осы ситуация арқылы автор оқырманын бір жағдайға дайындайды. Психологиялық тұрғыда кіріспе ретінде осылай бастаған. Содай автор дайындайды оқушыларын. Сонымен ол жерде әп сәтте өте бір үлкен бір төңкеріс болған сияқты жағдай болады. Яғни орыстар, ақтар келіп Ақбілекті алып кетеді. Және сол кездегі анасының жағдайы қандай болды? Ол бірінші әкесі әлі есін жинай алмай жатқан кезде анасы оны алады да бірден апанға апарып тастауға тырысады. Яғни оны тығуға тырысады, қорғауға тырысады. Және осы ананың сол кездегі психологиялық әрекетін қалай бағалайсыздар? Әрине, ол жерде кез келген ананың кәдімгі қалыпты реакциясы деп айтуға болады. Ол адам тұрмақ, аңда өзінің баласын, ол жерде санасыз тұрғыдан келген кезде өз өмірін құрбандыққа шалса да, баласын сол жамандықтан қорғағысы келеді, аман алып қалғысы келеді. Бұл жердегі Ақбілектің анасының жасаған әрекеті дәл сол қазақ әйелінің, қазақ қоғамдағы ананың рөлінің ең бір айқын үлгісі ретінде көрсеткен деп ойлаймын автор. Сол кездегі анасы 25 дүре соғылады артына қамшы соғылған кезде де оның сондай ішіне сақтағаны сол ауыртпашылықты. Себебі егер ол айғайлайтын болса, яғни ішіндегі бір ауыртпашылығын шығаратын болса, Ақбілек қазір келіп мені құтқарып алады деген сияқты бір ой болады. Және бұл жерде де бір мағына жатқан сияқты, яғни баланы өсіру үшін, яғни баланы қорғау үшін ана өзінің ішкі переживанияларын дейді, ішкі өзінің бір қиыншылықтарын жұтуға тырысатын сияқты. Яғни осы арқылы да бір метафораны көруге болады негізі. Ақын жазушының, автордың осы бір жағдайында. Яғни одан кейін алып кетеді, анасы қайтыс болады сол жерде, одан кейін әр қайсысы сөйлейді.
Бекболат сөйлейді. Бекболат ол Ақбілектің атасырған жігіті. Екінші офицер сөйлейді. Одан кейін Мұқаш деген ол сол Ақбілекті ұстап берген қазақтың туысқан ағасы. Яғни өзінің іштен шыққан жожама деген демекші, Мұқаштың солай ұстап бергені бұл ең ауыр ең бір қорқынышты жағдай сияқты. Яғни бірінші Бекболатқа келейік. Бекболат ол типичный казахский парень. Не үшін? Себебі ол өзін айтады ғой. Мен қазақтың бәрін көргем. Қазақтың барлығын көргем. Иә, енді қазір қазақтың жігіттері де сондай жүреді, ойнайды, тартады, шегеді, қыздарға барады, содан кейін әдемі пәк бір сондай ештеңені көрмеген, кесесі өзге басқа жерден тимеген қызды алғысы келеді. Яғни бұл да сол кезден, яғни бұрыннан келе жатқан қазақ жігіттерінің бір бір сондай өздерінің бір нелер сияқты. Қалай айтса болады, өздерінің бір принциптері сияқты маған. Бекболат туралы қалай ойлайсыздар? Бекболат қандай жігіт? Менің көзқарасым бойынша міне сондай бір жігіт қалыптасты өзіме. Енді ары қарай енді оның образы ашыла бастайды. Иә, осы тұрғыда бір нәрсе ойыма түседі. Жалпы бұл романның жазылғанына жарық көргеніне 100 жылдай уақыт өтті ғой. Сонда сол кездегі 100 жыл бұрынғы қазақ қоғамындағы қазақ жігіттерінің санасында қалған нәрсе 100 жыл өтсе де әлі де сол нәрсе қалғанын көрсетеді. Жақында бір нәрсеге тап болдым. Өздеріңіз білесіздер, Нұрлан Имам Инстаграм парақшасында сұрақ-жауап айдарын жүргізгенде бір жігіт жазады. Пәк емес қызды алсам не болады деп. Сол жерде жауап береді ғой, ештеңе болмайды, сауап аласың. Ол пәк емес қыз деген, ол жаман қыз деген сөз емес қой, жаман әйел, жаман ана деген сөз емес қой деп. Сол осы тұрғыдан қарағанда шынында сол 100 жыл бұрынғы қазақ жігіттерінің санасының әлі күнге дейін өзгермегенінің бір белгісі сипатты түртіп өткім келеді осы сәтті. Иә, сіз жоқ, ол алмақшы болды ғой бастапқыда. Ол шындап сол ойы алмақшы болды деп ойламаймын. Сұлулығына ғана. Иә, сұлулығына қызықты. өткен айтады ғой, жаман кімнің біреудің қызын алмай, мен ең бәрінен іздеп, бәрінен бір таңдаған осы Ақбілек болды. Яғни эгосы ұрып тұрған жігіт қой, былайша айтқанда. Ол жерде, иә, сіз айтпақшы эгосы. Неге? Өйткені Ақбілекті ол жерде барлығы бір қол жетпеген, соны айдай сұлу қыз ретінде сипатталады да. Ол өзін барлық жігіттен үстем етіп көрсеткісі келді. Бәрінің қол жетпеген қызға менің қолым жетті деген сияқты. Ол шын мәнінде Ақбілектің жан дүниесін білді ма, жан дүниесіне ғашық болды ма, ол нақты көрсетілмеген ғой шығармада. Иә, бірақ және осыда Бекболат, иә, ол барып өзін өлімге қиды ғой, бірақ соңында айтады ғой, неге сендер Ақбілекті бере салдыңдар деп. Яғни осы жерде қазақ жігіттерінің бір несі сияқты, бір жасқаншақтығы ма, әлде бір жігерсіздігі ма, неге ол қызды соңына дейін бармайды ғой. Яғни кім Бекболаттың иығына оқ атылады да құлайды, содан кейін болды, ары қарай жолдастары оның артынан қумайды. Ол Ақбілекті бір мал берген сияқты, бір кеткен сияқты болады. Бірақ соңында бұл жерде Бекболат кінәлай алмайсың. Оның жауапкершілігі қазіргіше Бекболатта емес қой, әкесінде ғой. Әкесі үйінен шықпады ғой. Оның орнына анасы шықты. Бұл Айматовтың бір плюсы осы жерде. Басқа көркем шығармаларда аналарды бұлай батыр көрсетпейді. Мысалға Шұға, Қамар суында аналары қыздар үшін күреспейді, тағдырдың салғаны деп қояды да. Ал бұл жақта Мамырбайға келсе, Мамырбайдың бәйбішесі батылырақ болып тұр, жолдасына қарағанда. Тіпті өзін өлімге де қияды осы барлығын жасайды. Жақсы. Бекболат бұл жерде кінә тұрған жоқ. Мен сол кездегі ерлерге айтқым келіп тұр да. Сол жерде жігіттерге, яғни қызды бере салу олар үшін бір жарайды деген сияқты болып қалған сияқты. Олар прям соңына дейін барып ол Ақбілекті алып келуге негізі олардың қауқары да жетуге болушы еді негізі, бірақ олар ондай нәрсені жасай алған жоқ. Ол заманда сұлулықтың қадірі басымырақ болды да, адамның жеке тұлғалық қадірі болмады. Мысалға үйленуден басқа не тіршілік жоқ ол заманда. Былай шығасың қазақ үй, былай шығасың қазақ үй, оқитын білім жоқ, қала жоқ, баратын жер жоқ. Сондықтан адамдар тығыз орналасқан жерде дәстүр қаттырақ дамиды да,
адамдар бір-бірін аңдитын болады. Өйткені Мгм. тірлік жоқ. Мына жақта орта тап, кедей, бай деген үшке бөлінбейді. Тек кедей, бай болады. Ал кедейдің жарлылары байларға қызмет етеді. Мысалға, байдың шалы мүлдем ол бір қызды алса да, 15 жасар, 17 жасар қызды алса да, ол үйде той болса, бүткіл халық үшін мейрам деген сөз. Өйткені олар сол кездегі солай демалған. Олар білім арқылы заман көріп демалмаған. Тек біреудің үйінде таң атқанша ішіп жеп, мал сойып, сол жақта ішіп жегеніне біреуді сен бара бер, біреудің кедейге тиіп сен мына есіктің алдында отырғанша, оданша байға тиде, бәйбішесі бол да сен жоғары жақта отыр деп қыздарды әйелдер өздері соған итермелеген. Сол арқылы той жасағанда содан бір рахат алған ғой. Сондықтан ол жақта қыздың қадірі жоқ, қыз бір көп нәрсе олар үшін. Қыз көп, жесір қалған әйел де көп, ажырасқан әйел де көп, олар бұзылған әйел де көп. Қайда барса да олар соған тап болады, сондықтан олардың қадірі жоқ ол үшін. Енді екінші офицердің ойы маған өте қызық болды негізі, офицердің ойы. Менің ойымша ол Жүсіпбек өзі айтқысы келген нәрсесін офицер арқылы айтқысы келген сияқты. Жүсіпбектің қулығы осында. Бір бізге итермелеп қояды да, тыңдағыларың келе ма, оқырман оқығыларың келе ма дейді да, өзі алып кете береді соны. Бір өзінің ішкі жан дүниесін офицер арқылы айтады да, мысалы, қараңғы қазақ, надан қазақ, осылайдан тек қана жаңағы тойлардан артық ештеңені білмейтін қазақ деген сияқты бір өзінің бір әдемі тілмен жеткізеді осы нәрсені. Былай қазақтыққа намысына тигісі де келмейді, бірақ кішкене былай айналып өткісі де келіп тұратын сияқты. Орыстан кішкене ақтап алады сол кезде. Бізде бекерден бекер жүрген жоқпыз ғой, қашып келдік қой деп ақтап алады. Осы жерде дұрыс болған жоқ, кішкене орыстарды ақтап алған. Жоқ, орысты ақтамайды ғой. Бұл жерде шығарма психологиялық, бірінші психологиялық роман ғой қазақ әдебиетіндегі. Ол жерде мысалға қалай бұрынғы осыған дейін де, одан кейінгі де шығарылған шығармаларда бізде қалай оқырман қабылдайды? Жағымды кейіпкер, жағымды кейіпкер тек жақсы қасиетімен танылады, жағымсыз кейіпкер соңына дейін жаман қылықпен. А бұл жерде психологиялық шығарма болғандықтан жағымсыз кейіпкердің де ішінде өзін ақтап алатын бір несі болып тұрады, жағы болып тұрады. Соны көрсеткісі келді. Оқырман тек жаманды жаман деп емес, мүмкін оның артында басқа бір себеп болған шығар, мүмкін оның артында соны итермелеген себеп бар шығар деп ойлануға жай түрткі болды да. Ақтау деп түсінбеймін оны. Мысалы, Мұқаштың ішкі ойын алғанда да, оның өйткені өзінің ішінде оның детская травмасы болды ғой. Өйткені ол өмір бойы жалшы болды, ол ешқандай жақсылық көрген жоқ бұл өмірде. Яғни солай бір, ол Ақбілектен емес, оның ағасынан емес, ол бүкіл әлемнен кек алғысы келген сияқты болып тұрған сияқты. Неге менің тағдырым осындай болды? Өйткені байларды жек көріп өсті ме? Мүмкін ол бүкіл әлемді жек көріп өскен шығар. Яғни сондай өзін ақтап алғысы, солай автор соны ақтап алғысы келген. Яғни әрбір образды, яғни әрбір қаһарманды бір ақтап алғысы келіп тұратын сияқты бір не болған сияқты авторда. Жүсіпбек Аймауытовта сондай өзін осы романның негізгі несі де осындай болған. Ақтап алу емес, ол жерде жай ғана әр адамның қателесіп кететін шешімдері де болады, және дұрыс жасайтын шешімдері де болады. Соны көрсеткісі келген сияқты. Яғни кез келген шешім арқылы түбінде белгілі бір нәтижеге жетесің. Ол сен үшін жағымды бола ма, жағымсыз бола, оны кейін көресің деген сияқты келтіріп тұр ғой. Бір сөзбен айтқанда, оқырманға сол кейіпкердің терісін астында сезініп көру ғой бұл. Мұқашты айтады ғой, мен қазақпын ба осы, мен неге сонша осыншалықты бір қашадай қызды осыншалықты неге мен осындай нәрсеге қидым деген сияқты оны ойлап та бір өзінің ісіне өкінгендігін көтересің. Өйткені көп романдарда жаман кейіпкерді қояды да болды, оның ары қарай ісін көрсеткісі келмейді. Ары қарай оны не үшін істегенін, яғни салдарын ғана көрсетеді, оның себебін көрсеткісі келмейді да. Ал бұл үлкен бір психологиялық роман болғандықтан әрбір адамның бір психологиясын түсінетін сияқты болып көрінді маған. Әрбір адамның іс-әрекетінің сигналдары бар екенін, себебі бар екенін бір көрсеткісі келген ба сонда бір роман болған сияқты. Менде түсінікті болды, офицер, Мұқаш, Бекболаттың кім екені. Енді одан кейінгі бір енді Ақбілектің бір өзін бір өте жаман сезінетін кезі болды ғой, жеркенішті сезінетін. Сол кезде кімнің Қарамұрттың, яғни офицердің Ақбілекке зорлық-зомбылық көрсетуі. Бірақ Ақбілек ешқандай бір қарсылық көрсеткісі келмейді. Ол бұны қалай түсінуге болады? Ол Ақбілек мүмкін көнді ма, әлде ол тағдырым осы шығар деп қоя салды ма?
деген сияқты. Ол жерде ескеру керек нәрсе, Ақбілек 14 жастағы ғана бойжеткен қыз. Кішкентай қыз ғой, негізі енді ғана. Бойжетпегенде ғой. Иә. Әлі бала. Иә. Соны ескеру керек та. Сосын оның былай қарасаң, артынан ешкім іздеп келген жоқ, басында көрінеді ғой. Сосын ол ойлайды, болды, мен ешкімге керек емеспін. Осы тағдырыма көндім деген типичный мышление болады ода. Содан кейін оған жаңағы переводчик жігіт те келіп айтады ғой, мына жігіт саған ғашық, осыған қатын бол, қазаққа тиіп не қыласың, ол жақта құрмалай болып жүресің деген сияқты. Оның да бір әсері болады. Өйткені қазақша сөйлегеніне қатты риза болады да, мені түсінетін бір адам бар деп. Және соған толықтай бір сеніп қала ма, жоқ соның сөздерін арқау етіп қала ма, сондықтан енді осы адамға мен үшін бұл дуэльге шығады ғой басында еще. Мен үшін бұл сондай бір әрекет жасады. Бізде киноларда да қазір романтизировать етіп ұстайды ғой, сондай романтиканы солай көрсетеді. Сондай бір түйін жасайды деп ойлаймын мен. Ол жақта қорғаныс болды да. Көп әскер болды ғой. Ол қара мұртты өз қарамағына алмағанда, ол бәріне жемдік болатын еді. Бәріне барғанша біреуіне барайын дейді да, сол жолды таңдады. Иә. Бірақ осы жаңағы тілмаш келеді ғой оған. Сол кезде айтады, сен осыған қатын болатын болсаң, сенің өмірің гүл болады деп айтады ғой енді. Сен ешқандай нәрсе жасамайсың, тек қана осы кісімен қол ұстасып жүрсең болды. Сол кезде Ақбілектің ойы онға да шок болды да. Онда тірлікті қатыннан басқа кім істейді деген сияқты. Яғни бұл жерде Жүсіпбек Аймауытовтың айтқысы келгенде осы сияқты. Яғни оқымаған әйелдер, яғни қазақтың сол кездегі әйелдері тек қана үйдің шаруасымен ғана айналысқан бір адам ретінде ғана көрсетеді. Соны бір көрсеткісі келген сияқты. Оларға қалыпты жағдай. Иә, қалыпты жағдай. Яғни әйел адамның негізгі міндеті тек қана үйдің тірлігін істеу ғана. Ары қарай оқу, бір белгілі бір нәрсеге жету деген сияқты оларда ондай ой болған жоқ та. Сол үшін де істемейді дейді, қатыннан басқа кім істейді деген сияқты Ақбілектің сондай бір акцентін әдемі сондай қылып келтірген сияқты. Сол кездегі әйелдердің бір ойын айтқысы келген сияқты осы бір Ақбілектің ойымен. Ақбілектің көрген күні сол ғой. Өзгеден де көретін күні сол, өзінен де көретін күні сол. Тек қазанашақ. Мысалы, ол ашуланып жынданса, ол ашуын ыдыс-аяқтан алады, одан қалса балалардан алады. Басқа оның рөлі жоқ өмірде. Иә. Сол көз алдында сол көрініс қалып қалған. Анасынан көргенде сол, жеңгелерінен көргенде сол. Сондықтан мына тілмаштың айтқаны оған бір жаңалық болды да. Жаңалық сияқты болып көрінді. Басқа өмір бар екен ғой деп. Одан кейін келеді ғой олар орыстарға аяқ астан. Сол кезде Ақбілекті өлтірмекші болады ғой. Сол кезде де Ақбілекте бір шок болады. Осы мен үшін өлімге дейін барды ғой осы жігіт. Қалай мені ол өлтірмекші деген сияқты бір ода бір разочарование болған сияқты көрінеді маған сол кезде. Қалай ол мені сондай өлімге қиды? Орыстарға сенуге болмайды деп айтқан сияқты. Атаң сөйтіп айтып отыр. Орыстарға не қылуға болмайды. Бірақ одан кейін қатты жалынады ғой оған. Мені өлтірмей, менің бір қасық жанымды қый деп. Сол кезде әдемі қорғаныс механизмі ондай емес, бір әдемі бір әйелдік айламен оны қояды ғой. Өйткені мен саған керекпін, одан кейін сен әлі ораласың, сен маған әлі ораласың деген сияқты бір әдемі бір әйел. Сонда мен ойлаймын да, ол 1-2 күннің ішінде, қанша күн болды ол кезде ол неде? Бір апта жетер-жетпесе, соның үстінде ол Ақбілектің ойының соншалықты өзгергенін алуға болады. Яғни ол есейген сияқты, иә. Яғни бір аптаның ішінде, мысалы, алайық условно, бір аптаның ішінде ол соның ой өрісінің соншалықты бір өзгергенін байқауға болады да. Яғни өзі үшін өзі жаңалық көрсетеді. Өзі үшін көрсетеді енді. Амал жоқтан солай өтірік айтуға да, сондай айла болуға да бір түртпек болған сияқты. Қалай 14 жасар әлі ойыншық ойнайтын қызды, мысалы бізден 13 жасар кішкентай ғой, бізден қазіргі бізден ше. Біздің миымызға кірмейді ол нәрсе. Ол қалай сол заманның қызының миына кірген? Әлде ол қыздың миына кірмеген, просто Жүсіпбектің миы сондай шығар мүмкін. Мүмкін сол Ақбілекті солай құтқарып алғысы келген шығар. Бірақ ескеру керек, былтыр мақала шықты ғой, бұл Ақбілектің прототипі бар екен. Шын өмірде болған.
сондықтан мүмкін шын нәрсе, өмірде сондай мүмкін. әйел бар деген сөз. Мүмкін, иә. сол заманда Иә, одан кейін алып кетеді, жарайды олар кетеді, Ақбілек аман қалады. Жапан түнде алып қашады енді ол. Ақбілек қашқан кезде алдынан бір топ қасқырлар келеді. Және бұны да бір әдемі бір метафора, символизм қылып күшті. қашқан кезінде ме үйінде отырған кезінде? Жоқ, түн ішінде қашып шығады, орыстардың бәрі кеткеннен кейін. Түн алдынан бір топ аш қасқырлар келеді. Сол кезде жаңағы шамның жарығы. сол жерде бір параллель көруге болатын сияқты. Кейін ол өзіне ауылына келгенде де қасқырлар бұны қалай талағысы келді, тура сондай қысымды көреді жан-жағындағы адамдардан, иә. Және соңында есіне түседі қасқырлар оттан қорқатын есіне түседі да. Яғни осы жерде от, жарық, ол білім арқылы келеді дегенге әкелген сияқты. Өйткені кейін ол қалаға оқуға кетеді, өзін көз ашылады. Сол кезде сондай бір символизмді байқауға болады. Яғни ол сол қасқырларды сол арқылы жеңіп аман қалады ғой. Енді бұл да бір сондай бір қоғамды ол өзінің білім арқылы, өзінің бір өзін дамыту арқылы өзін бір құтқарып алған сияқты көрсеткен сияқты автор. Сондай бір метафорамен, сондай бір суреттеумен. Ол жерде оның жанын алып қалған қасқыраны от деген білімнің, өнер ғылымға деген құштарлықтың символы ретінде көрініп тұр ғой. Одан кейін кетеді, сол кезде бір торғай мен жылан тура осындай бір метафора сияқты да. Торғайдың ясына жаңағы жыланның шығып бара жатқан жыланнан құтқарып қалады да. Сол кезде Ақбілек ойлайды, әттең өзінен қатты бір жиіркеніп, өзін жек көріп өмірін солай келе жатқан кезде менің де жыланнан осылай құтқарып қалатын біреу болса екен дейді да. Дәл осы сахнадан кейін дуана келеді. Дуана яғни бақсылық қасиеті бар, сондай тазалықтың символы. Яғни бұл жердегі Ақбілекті жыланынан құтқарған, тазартқан, осы бақсының арқасында мінгізу арқылы солай көрсеткісі келгендей. Өйткені дуана деген қазіргі кездегідей несі жоқ қой, дуана деген ол кезде, сол кезде бұрынғы кездері ол кезде бір қалай айтса болады, бір әулие адам сияқты қабылдады ғой оны ешқандай қуған жоқ, оған бір ерекше сый құрмет көрсететін бір әулие адам ретінде қабылдағаннан кейін Жүсіпбек Аймауытов та осы Ақбілекті тазарту мақсатында дуананы жіберген сияқты. Яғни дуана келіп үйіне алып келеді ғой. Сол сондай бір не сияқты көрінді маған. Дуана арқылы Ақбілекті бір сондай бір өзінің сол кездегі бір жаман эмоцияларынан, жаман бір негативный бір өмірінен солай кішкене тазартып алған сияқты көрінді. Яғни одан кейін алып кетеді. Енді сол кезде Ақбілекке шынымен victim blaming болады. Victim blaming деген ол жәбірленушінің өзін халық кінәлайды. Өте бір абсурдты дүние ғой. Мысалға, ол қыз бала өзінің еркінен тыс зорланып келеді. Және ол қоғам оны қорғай алмайды. Бірақ сонда да сол жәбірленген қызды, қаршадай қызды барлығы оны бір бастағысы келеді. Ол оған бетіне айтпаса да, оған бір скрытый бір эмоциямен, бір скрытый эмоциямен дейді ғой, бір скрытый агрессия жасайтын сияқты ол. Пассивная агрессия жасаған сияқты көрінеді. Бірінші ол Мұса Байтықне бармайды, және бір қарапайым бір адамның үйіне барады ғой. Сол кезде барлық қызға бастайды, Ақбілек келді. Сол көргенше әр адамның ойында қандай ой болды сол кезде. Ақбілек осыдан кейін қалай өзгерді екен? Арада бір апта өтті ғой, мысалы. Ақбілек осы Орыстардан кейін қалай өзгерді екен деген сияқты бір арам ой тұратын сияқты. Осыдан бір байқайтынымыз бір біздің қазақ қоғамы әйел адамды бір жаншып тастауға, оны бір бас тастауға, оның бір жаман әрекетін немесе бір құласа, сүрінсе, бір соны бір кінәлауға тырысатын сияқты көрінеді маған. Тек қана Ақбілекті ғана емес, жалпы қазақ қыздарын да қазір алып қарайтын болсақ, ажырасқан әйелдер, немесе от басып қалған әйелдер, қыздар болсын. Жылдан кейін де қоғам өзгерген. Өзгерген жоқ. Әйелдер неге оның зорлаған адамды немесе ол бала жасаған адамды емес, неге әйелдерді мысалға кінәлауға біз
соны кінәлауға бір әуес болып тұрамыз, сондай бір жанымыз кіріп тұрады сол нәрсеге. Және тағы да бір осы жақында болды ғой прецедент. Дүкенге кіріп жатқан кезде, дүкенге кіріп бара жатқан қызды бір ер адам көкірегінен ұстап кетеді. Көкірегін жауып жүр деген сияқты. Ер адам қандай ер адам болсын да, ол әйел купальникпен жүрсе де ешкім біреудің денесіне рұқсатсыз қол тигізуге болмайды. Яғни бірақ сонда да комментарийларды оқып қарасаңыздар, ішінде әйелді жамандағандар біраз болды. Көкірегін жауып жүрмейсің ба, өзіңнен бар деген сияқты. Демек, қазақ қоғамы осындай нәрседен де 21 ғасыр деп айтамыз, білім инновацияның ғасыры деп айтамыз, бірақ сонда да қазақ қоғамы әлі де болса қыз балаларды бір жаншып тастауға бір тырысатын сияқты. Қорғауға тырыспайды оны. Керісінше құлаған адамға одан да үстінен таптап кетуге, яғни Ақбілектің бұл кездегі ішкі күйі де сондай болды ғой. Яғни оның күнәсі жоқ. Қоғамның алдында ешқандай оның күнәсі де жоқ, бірақ ол өзін сондай кінәлі санайды. Әкесінің алдында да өзін кінәлі санайды. Қарауға беті бар. Тіпті кейін кезде мен неге өліп қалмадым деген сияқты, сондай бір өте бір шымшытырық оқиғалар, шымшытырық бір ойлар өте көп болады. Яғни бұл да бір қазақтың сақтап қойған, яғни әр адамның ойына сақтап қойған бір стереотип сияқты. Яғни қыз бала ешқандай шалыспаспау керек, қыз баланы ешкім түртпеу керек деген сияқты бір белгілі бір рамкаға. Тіпті ол қыз баланың еркінен тыс жағдай болған болса да. Енді үйіне келеді, жақсы барлығы болады, эмоциямен әкесі оны жақсы қарсы алады, оны құшақтағандай болады, анасын жоқтайды, оның барлығы өтеді. Одан кейінгі әкесінің әрекеті сіздерді қалай ойландырды? Мысалы, анасы Ақбілек үшін жанын берді, Ақбілек үшін, қызы үшін, баласы үшін бәрін жасады, бірақ әке одан бас тартты ғой. Яғни сол сөздер үшін, яғни қоғамдағы сөздер үшін, қоғамның бір талап кеткендері үшін. Яғни ол кезде тіпті Мамырбайдың өзі қызды қорғауға шыққан жоқ. Ол типа сасып қалды да болды, ештеңе істей алған жоқ мысалы. Ол кезде сондай бір қызық бір момент болған сияқты. Әкенің ананы көтергісі келіп, әкесін түсіргісі келді ма, әлде шынымен қазақ қоғамындағы әкелер сондай ма? Ол қызын қорғайтын кезде қария болды да, шамасы жетпейтін, қауқар келмейтін. Ал тоқал алатын кезде ол 50 жастан жаңа асқан, қауқары бар адам болды. Өз-өзін ақтап алады. Бұлар да мынандай ғой, өзінің ойын біреу арқылы қоғамға ортаға жеткізеді. Өйткені ол жақта ер адамдарды топ адамдар қорғайтын. Қолдау білдіретін, сенікі дұрыс, не болды, алсаң ала сал, сенікі осындай ғой деп бір-бірін ақтап алатын. Ал әйелді ешкім ақтамайды, әсіресе қыздарды. Мысалға, қазіргі кезде де сондай ғой, мысалға, ер адамды міндетті түрде ақтап алады. Мысалы, кез келген жағдай болса, мысалы, әйел адам ажырасып кететін болса, әйел мен еркек, ер адамның айтатын сөзі, өзі сол қатын болған жоқ қой ол. Сондай сияқты ер адаммен солидарность күші да, ал әйел адам мен әйел адамда бір-бірінде ондай нәрсе байқалмайды негізі. Көре алмаушылық болуы мүмкін. Әйелдің жауы әйел деген осыдан да шығатын сияқты. Яғни әйелдер бір-бірін қайта керісінше бір-бірінің бір үні болу керек қой. Яғни әйел адам бір жапа шегіліп жатса, оны керісінше көтерудің орнына бізде керісінше әйел адамдардың өздері түсіріп жатады да, ал ер адамдар ол шығарманың өзінде де олай көрсетпейді ғой. Әрине енді өгей анасы болғаннан кейін өгей анасы оны қайтаға көрсеткісі келді. Бірақ ол жанашыр болғанда әйел болды, Ұрқия жеңгесі. Неге Ұрқияны жіберді деп ойлайсыздар? Ақбілек өліп қалмау үшін жіберген сияқты. Үш құсадан сондай бір қоғамның қатты бір жұдырығынан өліп қалмау үшін Ақбілек сол Ұрқияны жіберген сияқты, анасының рөлінде. Бірақ анасы егер тірі болғанда қалай болар еді? Егер анасын автор тірі қалдырғанда қалай ойлайсыздар? Ештеңе өзгермейтін еді. Бірақ кішкене болса да Ақбілекке мүмкін Ақбілектен құтылуға асылатын еді әкесі. Ол жақта ол заманда әйелдің сөзі емес қой бәрібір. Анасы тірі болып бүйтіп айтып, жылап, сықтап дай балам салынса да, ол әке ер адамдар ер адамды істейді. Ол үйіне шалдар келеді, ауыл ақсақалдар келеді, қария би басылар келеді, түртпектей береді, қызың мындай деп. Сондықтан көнеді.
иә өзі өлмейтін еді. сол тұрғыда да иә Ақбілектің әкесі мен Ақбілектің арасындағы қарым қатынас арқылы жалпы Жүсіпбек Аймауытов қазақ қоғамындағы әке мен қыз арасындағы қарым қатынасты да көрсетті. Қазіргі кезде енді айта алмаймын, көпке топырақ шашып барлығында осындай қазір өзгерді негізінде, бірақ сол заманда қыздың әкесіне жақын болуы, әкенің қыз баланың тәрбиесіне араласуы жоқтың қасы, мүлдем болған жоқ деп айтса болады, иә. Көп шығармаларда көреміз ғой, сол замандағы жаңағы шешесі арқылы жеткізеді қызына жақындап, қызым сен бір тәрбиесіне, тағдырына алаңдаушылық болған жоқ та. Кішкентай кезінен атастырды ма, сол біздің қызымыз емес, өзінің жат жұрттық, кетсе болды менің аманатын жеткізім бердім деген. Сол жерде де осылай көрініс табады. Әкесі бір жан дүниесін түсінгісі келіп, қасына келіп сұраған жоқ қой, дұрыс па? Мүлдем ондай болған жоқ. Қайта бір өзінен бір күнәні бір қара күйе сияқты қаратты Ақбілекке. Шынында сіз айтпақшы одан құтылуға тырысты. Тек өзіне жаңағы бір күйе жағылмаса, осындай жаман нәрсе болмаса деген сияқты, ол жерде әке мейірімі, әке махаббаты емес, тек өзімшілдік, өзін ғана ойлап кетті көбінесе. Тек маған тиіспесе болды, қоғам не істемесе болды, Ақбілек кете берсін деген сияқты бір алаңдаушылық болмаған сияқты. Егер шынымен алаңдайтын болса, Ақбілектен сұрайтын еді ғой, не болды? Қазір кезде сенің күйің қандай деген сияқты бір кішкене болса да бір коммуникация ешқандай болған жоқ та екеуінің арасында. Бір қазақ үйде отырғысы келмейді ғой. Сіңілісімен отырған кезде қасына қарағысы келмейді, жолағысы келмейді. Жоқ, неге деймін да, сол кезде не үшін әкесін Ақбілектің ешқандай кінәсі болған жоқ, оны түсініп тұр ма ол? Мысалы, әкесі түсініп тұр ма, ол сол маған соншалық қатыгез болды ма, әлде мүмкін қоғамдық сондай ойлар, қоғамдық бір жұдырықтар мүмкін оған сондай бір не болды ма екен деп ойлаймын. Әкесінің сондай бір жүрегін қатыгез қылып бір өкініштісі, мен есімде қалмапты, әкесін бір ойлаған, қызымды қорғай алмадым ғой деген ой болған жоқ қой. Жоқ, ондай болған жоқ. Бір өкініштісі сол ғой. Егер ең болмағанда анасы жарайды қайтып кетті, әкесінің бір кішкентай ғана мейірімі болғанның өзінде Ақбілек үшін жеңілірек болар ма еді деп ойлаймын. Мүмкін. Енді Үрхия мен ары қатынасы, ол кезде Бекболат келіп кетіп жүреді, араларында бір не болған сияқты болады, қарым қатынас болған сияқты болады, бірақ ең үлкен бір қорқынышты нәрсе ол Ақбілектің екіқабат болып қалуы. Ақбілек өте бір ең бір шарықтау шегі болатын сияқты ол жерде. Күтпеген жағдай, себебі ұйықтай беруге, бір нәрсеге жерік болуы Үрхияны өте қатты алаңдатады ол нәрсе. Одан кейін ол баланы алдып тастауға тырысады ғой енді. Түсік тастауға тырысады. Олдан да ештеңе болмайды. Соңында солай Ақбілектің уже шыға бастайды. Сол кезде әкесінің, яғни жаңағы уайымы еселене түседі. Одан кейін Бөрік айтады ғой келіп, толғатып жатыр деген кезде үйден кетсін деп айтады. Үйден кетсін деп айтады. Одан кейін әкесінің енді мүлдем бас тартуы өте қиын жағдай ғой негізі. Мысалы, біздің қазір қоғамда да ажырасып келеді, мысалға зорлық зомбылық болып жатады. Мысалға, қазақ әйелдердің Қазақстанда 400-дей әйелдер жылына ер адамның, яғни өзінің күйеуінің қолынан қаза тауып жатады да. Ол әкесіне, шешесіне барып айта алмауынан деп түсінуге болады негізі. Мені ұрып жатыр десе, жоқ, сен бар сол жерге, сенің осы жерде өлімің шықсын деп әйел ата-анасы да одан бас тартқаннан кейін әйел адам амалының жоғынан сол тиранмен өмір сүруге көнеді. Яғни бұл жерде де бір ана нәрсені алуға болады. Яғни ана байғұс Ақбілектің жаны қиналып өлімге айналып тұрса да, әкесі оған үйден кетсін деген сияқты бір не береді. Қалың сөз әсер етіп жатыр. Күнде кеш жақын құлағына құяды. Бұл жақтан да қазақтың қанында бар сияқты, туған өзінің қанынан тараған адамның ойын ешқашан тыңдамайды да, айдаладағы біреудің ойын артық көреді. Жеңгесі жаңа сіз не үшін қосты дедіңіз ғой. Көп жазушылар негізі жеңгені керемет қылып көрсетеді ғой сол замандағы. Анасынан гөрі жеңгесін жақынын көрсетеді. Өйткені ол оған дейін алыс болды ғой, күйеуге тимей тұрып. Жеңгесі болған жақын болады да, ойлар бір жерден шығады. Сондықтан жеңгесін жіберді ойлаймын. Одан сол Үрхия да сол кезде екіқабат болып қалады. Яғни екеуі былайша айтқанда бір мезетте екеуі де босанады. Қандай ақыл етіп көрсеткен Үрхияны? Әдемі келтірген. Бірақ қалай ойлайсыздар, сол кезде бала не үшін аман қалды? Мысалы, Шолпанның күнәсінде баланы өлтіреді.
өйткені ол некесіз бала, бұл жерде де некесіз бала болып тұр. Оның үстіне ата жауының баласы, неге оны аман есен қалдырады, баланы тірі қалдырады? Қалай осы жердегі Ұрқияны не үшін әкелді дегенге жауап осы жерде шығатын сияқты. Қанша жыл бала көтере алмай жүр, 10 жылдай бала 10 жылдай бала көтере алмай жүр. Және Ұрқия өзіне алып қалады сол баланы, сюжеттің соңы бойынша. Бұл жерде сондай бір әйелдің жанкештілік дейміз, орысша айтқанда отчаянность, сондай бір әрекет үшін оған жаңағы қайынсіңлісінің баласы болса, әйтеуір бала болса болды деген сондай бір жанкештілік әрекеті болады. Сол үшін жаңағы сіз айтқан Ұрқияның негізгі миссиясы сол сол болып үшін сақтаған сияқты. Иә. Бірақ не үшін ол баланы аман қалдырды? Не үшін ол баланы өлтіре салмады? Кез келген бала өмір сүруге құқылы деген идеяны бергісі келген шығар. Иә. Яғни ол қандай, мысалға Шолпанның күнәсында баланы өлтіреді, иә? Себебі ол некесіз бала, өйткені ол бала туылғанның өзінде оған бәрібірде қоғам жағынан өте үлкен қыспақ болуы мүмкін еді оған. Сол үшін де автор оны бір өлтіре салуға әрекет жасаған сияқты. Ал енді мына жерде Рысбек Аймауытов оны тірі қалдырғанында бір үлкен бір философия. Бала өз таңдаған жоқ, өмірге келемін деп. Екі жақ таңдады ғой. Сондықтан сол арқылы да бір баланы, некесіз туылған баланы олай бейжай қарамаңдар деп аман алып қалған сияқты. Автордың психологиялық. Тағы да бір айта кететін еді осы тұрғыда, иә. Жалпы босанғаннан кейін Ақбілекке жаңағы кемпір бар ғой, көмектескен босандыруға. Алып келген кезде көзін құрт деп айтады ғой, яғни баладан толықтай бас кешеді. Тіпті бетіне жүзіне де қарауға ода ешқандай. Ол не үшін солай жасады? Неде ол қыз, неге Ақбілекте бір аналық мейірім болған жоқ? Енді мейлі өлтірткісін, неге бүйтіп жүзіне қарағымады сол баланың? Қалай ол солай беті шіміріп кетпен дейміз ғой? Солай айта салды. Керек емес, жоғалт көзін деп. Енді айттық қой, ол 14 жастағы кішкентай бала өзі, ол аналық сезімі бірден оянуы мүмкін. Мүмкін осыған дейінгі болған стресстер, осы уақытқа дейін болған бір не... Қоғамның пікірі де әсер етті ғой оған. Иә, меніңше бұл жерде жаңа өзінің инстинктінен гөрі аналық өзінің түйсігін, өзінің ойын естуден бұрын оған сол уақытқа дейін қалыптасқан ұлттық психологизм анағұрлым басым болды. Яғни оң босағада отырып табылған бала, ол ешқашан жаңағы адам болмайды, немесе оған абырой әкелмейді деген сияқты. Өткен өмірінің қасіретін сол баласына қарағанда көретінін білді ғой. Ол картина ғой сондай балашы. Баласының қасында бір 6 ай болса мүмкін материнский аналық сезім оянып кетуі мүмкін еді. Бірақ қазіргі аналардың өзінде де ондай сезім қатты оянбайды ғой, 2 аптадан кейін оянады ғой деп естігем енді. Ол екі ана қыз ғой. Сізде қай уақытта оянды? Мысалға бірден. Бұл жерде де бір сол кездегі Ақбілектің бір ішкі состояниясы дейді ғой, соны нәрсені ескеру керек сияқты. Егер ол әдемі бір махаббатпен, әдемі бір жолдасы есіктің сыртында күтіп тұрса, айғайда ұл туылды деп. Иә, сондай болғанда, сондай бір күй болғанда мүмкін оның ондай бір әрекетке бармас бет деп ойлаймын да. Қайда апарып асырайды, өз басына әрең алып жүрген. Иә, бір айда үйіне кіре алмай жүреді ғой босанғаннан кейін. Өсиет баласын айтады ғой, жетімек сенің әкең қайда, шешең қайда деп бетіне басады. Кішкентай балалардың өздері де психологияның ішінде. Оны ойлаған шығар. Өйткені ол кезде сол ауылдан кету деген оларда вариант болған жоқ қой. Тек қана ол сол ауылда ғана қалу. Мысалы қазір кезде кішкене бір оңайырақ сияқты. Өйткені басқа қалаға қала салады, басқа мемлекетке кетіп қала салады. Иә, ал ол кезде енді сол олардың көрген сол бір рамкада, одан басқа кетуге оның шамасы болған жоқ. Сол үшін де амалдың жоғынан, бірақ әлі де сондай аналар бар ғой, сондай Ақбілектер бар ғой. Әне сондай бір отбасы, бала алып келіп, ешқандай көрсетпестен отказ беріп, көкегана деп айта алмайсың енді олар, білмеймін, бірақ олар тақтап алғым келмейді, бірақ сонда да сондайлар бар ғой, енді білмейміз ғой қандай жолмен ол баланы көтергенін деген сияқты. Әлі де сондай актуальный бір мәселелер бар сияқты, тақырыптар бар сияқты ондай. Одан ол босанды, одан кейін Ақбілек қалаға кетеді. Сол кезде оның тағы да екінші бір өмірі басталған сияқты. Үлкен трансформация, яғни Ақбілектің
ең үлкен трансформация сол жерде болатын сияқты. Себебі ол сол ауылдан кетті, және ол басқа бір өмірге келгеннен кейін оның көзқарасы да өзгерген сияқты, оның әңгімесі де өзгерген сияқты. Себебі ол қанша адамдарды көрді ғой, оқуды көрді, білімді көрді. Сол кезде оның араласқан ортасы да басқаша болды ғой. Мысалы Бекболатпен жаңа Ақбала мен Балташтың айырмашылығы да бар ғой негізі үлкен. Ақбала мен Балташтың әсіресе екеуінің қарым-қатынасы. Өйткені Ақбала ол өзі сондай бір өзін оқыған азамат сияқты, сондай керемет етіп сипатталған, иә, сондай бір интеллигент сияқты саналған. Ал Балташ бір кішкене момын, бірақ ол да өзінше бір оқыған, ол да бір өзінше бір интеллигент болғандығын саналады ғой. Бірақ неге Ақбаланы таңдайды Ақбілек? Неге Ақбаланы ұнатып қалады? Неге Балташты емес? Иә, екеуі Ақбаламен сөйлесіп көрмей тұрып, Балташ жағы қанша рет Ақбаланы жаман жағынан көрсетуге тырысады ғой. Бірақ оны таңдаған себебі де ол жерде енді жалпы жеке пікір ретінде айтатын болсақ, романды оқып отырған кезде Балташ пен Ақбаланы Рысбек Аймауытов қалай берді. Егер кез келген қазақ қызынан оқытса, бәрібір Ақбаланы таңдаушы еді, менің ойымша. Оның оқиға соңында жасайтын іс-әрекетін білмейді ғой. Білмей тұрып, кез келген оқырман қыз Ақбалаға ғашық болушы еді деп айтады. Өйткені Рысбек Аймауытов оны сондай керемет етіп сипаттайды. Нағыз бір интеллигент джентльмен ретінде. Бірақ әрине оның сыртқы бір айтады ғой, первое впечатление мен оның ішкі жан дүниесі, кейінгі іс-әрекеті мүлдем сәйкес келмейтін осы жерде көрінеді. Жаңа сыртына қарап тон пішпе деп айтқандай. Балташтың образы қандай? Балташ Ақбалаға қарағанда анағұрлым момындау, қарапайымдау. Бірақ оның жан дүниесі Ақбаладың анағұрлым таза екен, осы жерде шығады. Қазақтың қыздарында алсақ сондай ғой, мысалы тұрақты жұмысы бар, сондай бір үнемі қашан келейін, қашан барайын деп сұрақ қоятын жігіттерге қарағысы келмейді. Кеп тұрмын мен, есікті алдында тұрып тақылдатып тұратын сондай жігіттерді негізі қыз балалар таңдайды. Не үшін? Өйткені қыз балаларға эмоциональный качеля беріп тұратын сондай бір отношение жақсы көреді да олар. Яғни киноларда көріп алған ғой, ана 3 метр ана деген сияқты сондай нәрсе. Олардың ойынша солай жерге түкіріп қойып, ей қатын деп тұрып сұратын, сондай сөйлейтін жігіттер көп қыздарға негізі ұнайды. Ол да сол бір киноның әсері болуы мүмкін, ол бір үйден көрген болуы мүмкін, немесе көшедегі бір романтика болуы мүмкін деген сияқты. Осы жерден де негізі байқауға болады. Неге ол Балташ тыңдамайды екен? Балташ оның бар болмысымен оны қабылдаймын деп тұрды ғой негізі Ақбілекті. Бірақ ол бәрібір Ақбалаға кішкене оның ой кетеді. Бірақ Ақбалаға айтады ғой біреуіне. Мен осындай деп бүкіл өмірін айтып береді ғой. Балташқа айтады, Балташ барып Ақбалаға айтады. Не үшін айтады ол? Сенге қол жеткізу үшін? Сондай айла арқылы ма? Керісінше Балташтың әрекеті дұрыс сияқты. Ерте ме кеш пе Ақбала білуші еді ғой, дұрыс па? Оның қыз емес екенін білген. Хат жазып жібереді ғой, кешіріңіз, мен сіздің қыз емес екеніңізді білген жоқпын деп. Мысалы. Яғни бұл да бір типичный казахский парень, да? Кімде Ақбала да, мысалы, қызды жақсы көреді, жақсы, бірақ соңында оның артында бір күнәлі нәрсе болғанын білгеннен кейін одан жай ғана бастата салады. Қазір де шығып жатыр ғой, кім Еркебұлан Тоқтар, мысалы, кім Қуат Хамитов, мысалы, да, маған сондай пәк қыз керек деген сияқты. Қазақтың 80%-ында бар стереотип, бір стереотип емес, бір қағида, бір принцип бар сияқты, сондай бір қызды аламын деген сияқты. Оны бір Рысбек Аймауытовта әдемі келтірген негізі. Бірақ соңында Балташмен ол қосылады. Сондай қанша жыл тұрады сол жерде, одан кейін 5 жылдан кейін бұл ауылына баруға тырысады. Оған дейін де бірақ не болады ғой, бір кіммен кездеседі ғой. Қалада оқып жүрген кезінде енді ол түсіндіге Ақбілек қандай сұлу екен. Басқа жігіттер сөз салып көңіл білдірген кезде қарамаған үшін де оған қыспаққа салады. Бір нәрсесін ұрлап алып кетеді, аяғынан шалып құлатады. Бір күні тіпті соғып та кеткені болды деп Камилаға айтып отырады ғой, өзінің туысқан нағашысына. Яғни
иә десең де жоқ десең де бір сондай буллингке ұшырайсың деген ғой. иә өйткені ер адамның эгосы өте қатты жоғары ғой негізі. Егер сен оған жоқ дедің ба, сен бір әлемдегі бір ең жаман бір адам болып тұратын сияқты боласың оған. Яғни көп қазір байқаймыз ғой, қазір өте көп сондай жағдайлар болып жатыр ғой. Жоқ деп айтқан үшін қызды соғып кетіп жатыр, жоқ деп айтқан үшін қызды зорлап та кетіп жатыр деген сияқты. Яғни бұл жерде ер адамның бір қалай айтса болады, жоқ деген сөзге яғни қарамағанды қабылдай алмау, оның соншалықты эгосы жоғары екенін. Ол баланың тәрбиесінде қазақтың несі де бар шығар ол жерде. Кішкентайынан оған жоқ деп ешкім айтпайды. Иә. Ол ғой бола береді оған. Үйреніп өседі. Мысалға қыз бен ұл тұратын болса, не қыласың сен қыз басымен осымен ойнап бер ана ұлға деген сияқты бір қыз баланы төмендетіп, ана ұл баланы кішкене жоғары етіп, ұл баланы сондай бір немен өсіреді да қазақ қоғамы. Себебі соғыс жылы болды, ашаршылық жылы болды, өте ер адамдардың саны күрт азайып кеткеннен кейін ұл бала туылу деген сөз бұл өте үлкен той жасайтындай бір жағдай болды да қазақ халқы үшін. Сол үшін де тәрбиенің негізгі несі сондай болып кеткен сияқты. Одан бері соғыстан бері қаншама жыл өтті. Ол жойылу керек менталитет болған ғой негізі, бірақ әлі бар. Бір былай да қыз бір өзі Құдайға барып мені қыз қылып жаратшы деп тілеп алатындай көреді да адамдар. Мысалы біз айтпаймыз ғой, жыныс ол жыныс бөлінбейді ғой, мақсатқа, жүрегің жынысқа бөлінбейді ғой. Қыз бала батыл болса, мысалға сен айдаладағы бір ер адам саған дікеңдеп тұрса, сен оған сөз қайтарсаң, ол болмайды. Неге басылу керек біз? Ол біз тең емеспіз ба негізінде? Иә, Алланың алдында да қоғамның алдында да біз теңбіз. Бізде солай тәрбиелейді негізі. Бірақ не үшін екенін білмеймін. Бізде қазақ қоғамында қыз баланы бір кішкене ер адамнан төмен тұрыңдар, ер адамның айтқаны заң деген сияқты бір қызық бір әңгімелер айтады негізі. Тіпті мынандай нелер де бар екен. Отбасылар қазір қыз баланы оқытып не қыласың? Қыз бала бәрі кетеді басыңа бәле болып, не қыласың оны соған үлкен шығын шығарып деген сияқты сондай да ойлар бар. Әлі де 21 ғасырдың өзінде сондай қазақ қыздар туралы ойлайтын отбасылар бар әлі. Қазақтың мақал мәтелдерінің өзі қазақтың қандай екенін көрсетеді ғой. Алтын басты әйелден бақа басты еркек артық деген сияқты. Қыз бала бастаған көш оңбайды деген сияқты мысалы өте бір байтал бастап осы туралы психолог Ержан Мырзабаевтың бір сұхбатын көзім шалып қалды. Бұрын қағаз қаламды кім ұстаған, ер адам ұстаған. И олар өздеріне удобно қылып мақал мәтел шығара берген. Иә. Кімге қалай удобно, солай негізі ала берген сияқты. Мысалға айтады, жігіт, әйел, жақсы әйел, жаман еркектің көрдегі басын төрге сүйрейді. Сонда ер адамның басы ойыншық па? Давай әйел адам алады, давай мен сені төрге сүйрейін, давай мен сені көрге сүйрейін. Демек, ер адамның бір жауапкершілігін, яғни өміріндегі жауапкершілігін әйелге арттыра салады да болды. Мысалы жаңағы Ақбілектің тәрбиесінде де ғой, яғни қыз баланың тәрбиесін анасына бере салғанда, егер анасы тірі болғанда, Мамырбай оның миын жетінеді. Сенің қызың, сенің тәрбиең, сенің осындайың деген сияқты. Ол кісі қайтыс болып кеткен екен, оған бір не қалмаған айтатын ешкім жоқ. Айтатын ешкім жоқ. Яғни еркектер негізі қыз бала бір жаманшылық немесе отбасы қоятын болса, бірінші әйелді кінәлау бірінші өзінің күйеуің, бірақ екеуі де маңызды рөл атқарады негізі. Тек қана әйел адамға ғана арттырып қоюға және ары қарай сен өзің біл деп айтуға негізі қазақта ер адамдарды былай қорғаушы, қорған ретінде көреді ғой әйел адамдарға. Әйел адам соңынан жүріп отыру керек. Ер адам болмаса, әйел адам өз-өзін қорғай алмайды деп. Бірақ осы әлемде жауыздық болмаса, адамның адамға істейтін жауыздығы болмаса, әйел мен ер адам тең болушы еді деп ойлаймын. Өйткені көп жағдайда жауыздық ер адамның тарапынан келеді, зорлық, зомбылық. Мысалға, еркек істеген жауыздыққа ер адам қарсы тұрып, әйелді қорғаса, сондықтан әйелдің сатысы бір төмен болатын сияқты. Ал ешқандай ер адам жамандық істемесе, әйел мен ер адамның санасы, білім деңгейі бірдей болатын еді. Өйткені жауыздық болғаннан кейін әйел былай да былай төмен болып тұр ғой. Ер адам тарапынан жауыздық болған. Өйткені ол физикалық тұрғыда өз-өзін қорғай алмайды деген санамен. Жақсы, енді түсінікті, содан кейін Ақбілек өзінің ауылына барады ғой, 5 жыл арада өткен соң, бірақ
жүсіпбек аймауытов әдемі келтірген, бірақ сөзбен келтірген. Ақбілек енді оқыған, одан әкесі де именеді деген трансформацияны әдемі түрін келтірген сияқты. Себебі сенің өзің ішіңнен дамыдың ба, сен ішіңнен өз өзіңді қорғай алатын діңгек пайда болады. Яғни сен ол айналадағы адамдарға айтқан жоқ қой, ол мен оқыдым деген сияқты, бірақ оның бәрібір де мысы болды. Мысы басып тұрады. Мысы басып тұрды да, содан әкесі де оған бір ауыз сөйлей алмайтын болды. Әкесінің өзі жалпақтап кетеді ғой оның барған кезде, құшақтап, оны как ештеңе болмаған сияқты. Өйткені қасында оқыған азаматы бар. Бір сол кездегі енді жүсіпбек аймауытовтың негізгі идеясы бұл жерде менің түсінгенім бойынша қыз балаға қандай жағдай болса да оқыңдар деген. Қазақ қыздар оқып қана. Жоқ, ондай емес. Сендер ойлап көрдіңіздер ма, егер Ақбілек оқып бірақ балташсыз күйеуге шықпай келгенде қандай болушы еді? Ондай абырой болмас па еді? Ол оқыған үшін емес, ол жерде әрине бірінші оқып қалады, көзі ашық, көкірегі ояу әйел азамат ретінде, плюс қасында сондай ер азамат тұрмысқа шыққан уже келіншек ретінде келіп тұр. Бірақ егер ол әйел адам егер оқып, білім алып, өзін дамытпағанда мүмкін болташ сияқты жігіт кездестірмес пе еді деген сияқты. Екеуі де бір-бірімен бір. Бірақ сонда да әйел адамның абыройы қазақ қоғамда қазір де сол кезде де оқығандығы үшін емес, теңін тапқандығы үшін жанында ер азаматы бар. Плюс оқығандығы үшін. Иә. Негізі ең үлкен, содан кейін екінші жағдай жүсіпбек аймауытовтың маған өте қатты ұнағаны, бұл жерде әрбір қаһарманның, бір жерде қаһарман көп қой, қаһарманын қалдырмайды. Бекболатпен не болғанын жазады, жаңағы кімнің офицерінің мұқашпен мысалға болған жағдайдың барлығын сипаттап, яғни ешқайсысын былай қалдырған жоқ. Сол нәрсені де бір әдемі келтірген сияқты. Мысалға басқа романдарды оқитын болсаң, бір нені алады да болды, содан кейін сен де ұмытып кетесің, автор да ұмытып кетеді, ал жүсіпбек аймауытов енді әдемі келтірген бұл жерде. Сосын жаңағы психолог ретінде де өзінің шеберлігін көрсете алғанда, жаңағы Камиламен әңгімесінде қыздар қалай өсек айтады. Иә. Әдемі келтірген сол нәрсені. Жоқ, оны қойшы, ол өсек былай тұрсын, кімнің толға ұқсайды ғой. Сол кезде жүсіпбек бір өзі әйел көргендей жеткізген ғой. Тамырының қалай, сүйегінің қалай шашырайтынын, қалай 12 мүшесінің қалай күйге түсетінін таңғалдым сол кезде ше. Қалай ол ер адам солай жеткізуі мүмкін. Ол кезде олар барлығын оқыған ғой негізі. Мысалға әдебиетшілер тек қана әдебиет қана оқып қойған жоқ қой. Ол кезде олардың негізгі мақсаты бүкіл нені қамту болды ғой. Сол үшін де олар әрбір нені қамтыған сияқты, яғни халыққа түсінікті болу үшін, халықты бір сондай бір қыз бала оқыса да, ұл бала оқыса да, жастар оқыса да бір түсінікті, яғни бір жан-жақты білім беруге тырысқан сияқты негізі. Қандай мұқаштың да әйелін күшті суреттеген алтынайды, қандай пысық, армандап көргің келіп кетеді ғой. Жанын беріп тұрады ғой ана. Ойлаймын, мұқашқа сондай әйелді қалай берді. Бұл жерде сол ғой, еркекті сүйрейтін жақсы әйел дегенге келдік. Сондай, яғни ол сондай еркекке Алтынайды қосып, яғни мұқаш бір жақсы бір көтерілген сияқты, сондай идея болған сияқты. Сонымен осымен біткен сияқты, иә? Біздің сюжет осымен біткен сияқты. Бір нәрсе қосып кетпеген. Осы жақында ғана мақала тұрғысынан келгенде. Енді мен үшін ол шын айтқанда бір шок жағдай болды десем болады. Ақбілек романын оқып болдым. Өте сондай Ақбілекпен бірге бір күйге ішкендей сондай менде не болды да, эмоция. Барлығы жақсы болып тұр, әйтеуір happy end, әйтеуір теңін тапты, бақытты болды. Десе де, жаңа мақалада шыққанда шын өмірде болған адам прототипі бар, Дариға деген кісі, бірақ сода жазады ғой, сол тұрмысқа шыққан адамы көп өтпей дүниеден өтті деп, одан қалған қызы да шетінеп кетті деп. Демек ол балташта көп өтпей дүниеден өтті деген сөз ғой. Содан кейін маған жаңа қуанышым романнан алған жаңа су сепкендей басылып қалды да. Енді бұл өмірде Ақбілектер көп сияқты. Сондай бір қоғамның қыспағына ұшыраған, зорлық-зомбылық көрген, бізге өзімізге көрінбеуі мүмкін, бірақ сондай қыздарымыз өте көп енді, өкінішке орай. Ондай әйелдеріміз көп, өзінің күйеуінен таяқ жеп, өзінің күйеуінің қолында өліп жатқан әйелдер көп. Сол үшін біз оларға не істей аламыз деген
сұрақ болды менде. Яғни осындай талдау арқылы осындай романдардың біздің зиялыларымыздың жазған шығармалары арқылы оларға кез келген ортада, кез келген қандай жағдай болсын, кез келген бір қиыншылық болсын, кез келген ситуациядан шығатын жол бар деп көрсеткім келеді да. Яғни бір өмірде басың аман болатын болса, кез келген жағдайда сен бақытқа жете аласың. Яғни Алла тағала біздің қыздарды сүмелек болуға, жертва болуға, еркектің аяғында жаншылып жату үшін бізді өмірге әкелмеген, бізді басқаша миссиямен әкелген сияқты. Яғни біздің миссиямыз тек қана бала туумен үй шаруасын жасауға шектеліп қана қоймай, тек қана солай ғана емес, біз бала тәрбиесімен де айналыса аламыз, біз қоғамдық жұмыстарды атқара аламыз, яғни жаңа Ақбілек сияқты біз қоғамды өзгерте алатындай да біздің бір қауқарымыз жетеді. Яғни Алла тағала бізге сондай бір күш беріп қойған. Сол үшін сол энергиямызды, сол қабілетімізді дұрыс пайдалана алатын болсақ, бұйыртса барлығы жақсы болатын сияқты. Және әйел адамды қорғап жүру, әйел адамды қолдап жүру керек. Біздің ең басты осы подкастымызда ең басты мақсатымыз. Қазіргі қоғамда өте керек нәрсе сол. Әйел адамды қорғау дегенше. Пікірлер бар ғой, неше түрлі. Не деп айтады соны? Женская солидарность. Болды. Жоқ, сосын тағы айтайын дегенше, мысалы бізде қазір қоғамда қыз ерте тұрмысқа шығу керек, оның міндеті кету ғой, әйтеуір бір кету деген сияқты. Ал олар ойлайды, бұл адамдар оқымаған адамдардың айтқаны деп ойлаймын мен. Осындай шығармаларды оқыса, бұлар бұл ойынан арылатын еді. Ешқандай қыз ол заманда жетіскеннен кеткен жоқ. Оларға мысалы сол заманға барып, мысалы Ақбілектен, Ақбаладан, мысалы Шұғадан біреуінен сұрашы, сен кеткің келе ме 14 жасында десең, ол айтуы мүмкін, мен оқығым келеді, мен жұмыс істегім келеді деп, ешқандай қыз ол жасында кеткісі келмейді. Ол жасында жетіскеннен кеткен жоқ олар. Мына байлар алып қашты, шалдарға тиді, осындайлардың құрбаны болғандықтан қыз кетті. Қалап кеткен жоқ. Ол заманмен бұл заман салыстырудың қажеті жоқ сияқты. Ол замандағы 18 жаста тұрмысқа шығу керексің, сен қазір 28-десің, отырып қалдың деген ол дұрыс емес нәрсе деп ойлаймын. Өйткені оларда басқа нұсқа болған жоқ сияқты, олар басқа вариант болған жоқ сияқты. Болған жоқ. Сен соған тұрмысқа шықтың, жылап, соған іш құсап өліп кетеді. Немесе өзін өмір бойы жек көріп өтеді. Сондай немен, мысалға бізде қазір депрессия болды, апатия болды деп, бірде психологтар бар, Құдайға шүкір, немесе ютубта өзін кішкене емдеп алуға бар, бірақ ол кезде ондай нәрсені де істей алмаған сияқты, адамдардың өздері ішкі жан дүниесімен айналыса алмаған сияқты. Ол заманда да ер адамдар бір қауіпті болған сияқты. Той томалақта көп жүрді. Ана қыздың жасы 12-ге толды ма, бітті, соны аңдиды барып, бүйтіп аңдиды, әйтеуір бітті, соның соңына, аяғына дейін түседі, бір қазына көрген сияқты. Сол қыздың соңына. Сондықтан ата-аналар қорқады да, сен айналайын, ар ұятың шашылмай тұрғанда құтты орныңа қоншы деп ертерек жіберген. Қазір ондай емес қой. Қазір әрбір қыз өз-өзін қорғай алатын заманда. Сол үшін қыз балаларға тәрбие бергенде де негізі абай болуымыз керек. Әрқайсымызда бұйыртса қыз болады, қызымыз бар. Сол үшін қыз балаға кет деп емес, бірінші оқып ал, тоқып ал, жұмысын істеп ал деп ары қарай бір жақсы бір жол сілтеп жіберу керек сияқты тұрмысқа. Себебі өте қорқынышты негізі. Оқу керек бастысы. Оқу керек, Қазір көп коучтар айтады ғой, жұмыс істемеген қызға үйленбеңдер деп жігіттерге айтады, және романның соңында да Ақбілектің ойымен айтады, заман оқығандікі деп. Кеше автобуста бір әңгіме естіп қалдым да, Тәтен қызым медицинада оқиды, хирург болғысы келеді деп. Қызға балаға хирургия не керек дейді. Мүмкін ол керісінше бүкіл әлем білетін мықты маман болып кететін шығар. Ол жағынан ойланбайды. Неге мақтаныш қой, мысалға менің қызым егер хирург боламын дейтін болса. Қазіргі қоғамға әдебиет пен қазақ тілінің маманы ғана керек. Өйткені қыз қай оқуды оқыса да әйтеуір күйеуге тигеннен кейін ол екінші жоғарғы оқуын оқып алады да мұғалім болады аяғында. Сондай ғой? Қазір қыздар сондай ғой, бір 6 айдың ішінде бір диплом алып алады ғой аяқ астынан. Сосын мұғалім болып жүреді. Ол бала қандай тәрбие алып жатыр, қандай білім алып жатыр, ода ешкім шаруасы жоқ. Сол қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі болды. Басқа мамандық қыз балаға келмейді дейді. Қыз баланы ауылдағылар мен көбінесе байқаған, ауылдағылар қандай мамандығын оқиын десе, мұғалімдікке бар өлмейсің. Ауылға тисең де, қалаға тисең де өлмейсің. Баланы армандаудан қоршайды. Оның шекарасы, мысалы әке-шешем ақшаны төлей алмайды, гранты бар жерге барайын, стипендия алайын, солай ойлайды. Зарплатасы жоғары болсын деп. Бала армандай алмайды.
Ұлдар платно оқыта береді. Ұлдарды платно оқыта береді. иә оқыта береді. Ұлдарға біз ерекше не береміз ғой. Ерекше бір әдемі алтынмен қаптап қойып сөйтіп отырғанды қалайды ғой. Және қазіргі кезде мамсик жігіттердің де өмірге келуі, мамсик жігіттердің де солай болып қалыптасуы да өте қорқынышты. Мен үшін мысалға қорқынышты. Себебі ондай адам, ондай өскен, қатты бір фантиктің ішінде өскен бала, өскен елді қалай қорғайды? елді қалай қорғайды? Ол ары барса, ол өзінің отбасын қорғай алмайтын сияқты менің ойымша. Сондай енді бұл қоғамда бола беретін әңгіме. Осымен тамамдайық. Ақбілек сияқты қыздарымыз көп болсын деп айтпай қояйын. Қалай дүние сақлады. Болмасын, Ақбілектің тағдыры, Ақбілектің соңғы happy end'і бұйырсында оған дейінгі кешкен жағдайы енді өте қиын. Сол үшін де қыз балаларды аман есен дүниеге алып келгеннен кейін аман есен өзінің құтты орнына дұрыстап, дұрыс бағыт беріп, дайындап жіберу керек сияқты. Дайындап дегенде үй шаруашылығында емес, YouTube бар, басқа бар. Оның психологиялық жағдайын ескере отырып тұрмысқа беру керек. Біз осымен Ақбілектегі образдарды банша ашуға тырысқан сияқтымыз. Енді келесі қай шығарманы талдағанды қалайсыздар және қай шығарманы оқығыларыңыз келеді деген сияқты сұрақтарға комментарийға пікір қалдырыңыздар. Біз күтеміз. Әр сіздердің пікірлеріңіз біз үшін маңызды. Өйткені бұл подкаст, яғни бұл жоба ары қарай өмір сүру керек. Біз үшін, қазақ контент үшін, қазақ әдебиеті үшін, сол үшін бізге жазылыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.